Баян апа, енді мына өнерге келу жолыңызда сіздің ата-анаңыздың рөлі қандай болды? Бұл кісілер өнерге жақын адамдар болды ма? Болмаса жаңағы үй ішінде басқа туыстарыңыздан сондай әсері болды ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Туыстарымнан мен ондай ештеңе естігем де жоқ. Әлі дейін ондай болмады. Менің жалпы әке шешем өздері өнер адамдары болмаса да, өнер адамдарын сондай жақсы көріп, ән дегенде ішкен астарын жерге қойып тыңдайтын. Шешем сондай ісмер адам болды. Жаңағы іс тігіп отырғанда, ол кісі сызылтып, не бір әндерді салатын. Әттең сол әндерді жазып алып қалмағаныма өкінем. Менің әке шешем өзі өте мәдениетті, сыпайы. Олар еш уақытта бір-бірімен сенбескен емес. Біздің үйде саяқ сылдырлап көрген жоқ. Біз 11 бала болдық. Өзі көршілеріміз айтатын, осы үйде 11 бала бар ма, 1 бала бар ма деп. Мен ең үлкені болдым. Бізді солай тәрбиеледі. Әрқайсымыздың өзіміздің орнымыз бар, өзіміздің жолымыз бар. Ал менің әлгі туа салысымен ән салдым деп жатырмын ғой бағана. Жалпы мен ес білгелі ән салдым. Есімді біле салысымен мен ән салдым. Сонда мен солымды қызық көретінде әкем мандаринада ойнайтын. Сосын бір рәттілі, бір ғана қатары бар, бір гармон болды. Соны ойнайтын да, мен айтсам, соны сүймілдейтін ол кісі. Соны қызықтайтын. Менің бетімнен қақпады жалпы. Менің өнер адамы болғанымды ол кісілер қалады. Менің ойымда бірдеңе барын сезді ма, мен еш жерден бетімді қаққан жоқ. Жаңағы сапарлардағы нені өзім айтып кеттім ғой. Ал менен кейін ешкім ән салмады. Менен кейінгі қыздар да, олар да. Олар еліктеген жоқ па? Оларды былай еліктеп школда жүргендерді айтып жүрді, бірақ оны мен сияқты көп кетпеді. Әрқайсысы өзі мұғалім болды, библиотекар болды, әркім өзінің қалауымен кете барды. Бұны мен ғана алып жүрдім. Бұл өнерді әлі алып келемін, 47 жыл болды. Жаңа анаңыз Роза Бағланова туралы айтты дедіңіз. Бағланова мен әкем керемет жақсы көретін. Роза Бағланова сияқты әнші болса менің қызым деп сөйтетін, болам дейтін мен. Болам. Шешем жаңағы ол істігу дегенде өнер ғой. Қолынан енді сол кісіге бәрі жалынатын. Ол кісінің уақыты да болмайтын. Үйде ол кезде қазіргідей кірді жауып беретін машина да жоқ. Тіпті ең аяғы холодильник те жоқ біздің бала кезімізде. Соның барлығында үйде мал бар, бие бар сауатын. Біз бәленбай бала. Нан да сатылмайды. Күнара 10-нан 11-нан салады. Сонда ол кісі қай уақытта жаңағы істігеді, түн ішінде тегеді. Сондай уақытым жоқ десе де елдер солай жалынатын. Біз өзімізге де еше түрлі желбір сап, еше түрлі ешкімде жоқ көлік киетіміз. Өзі жаңағы модысын бәрін өзі ойлап, бізді ылғи бірінші 5 қыз болдық ылғи. Сол 5 қызды солай жаңағы неше түрлі киімдермен желкілдетіп қоятын. Сонда ол кісіні ойлап отырсам, сонда әп-әдем енді қумағаннан кейін енді жаңағыдай шаруашылықпен, жаңағыдай балалардың тауқыметімен ол кісі қайдан ол кісінің дауысы болсын. Бірақ жалпысында сол кісіде жақсы сызылған дауысы болды. Оны ол кісі мен дауысым бар екен деп ойлаған да жоқ. Тек істіккенде ән салып отыратын, тамаша әндер салатын. Әкем мандарин ойнайтын, жаңағыдай гармошка ойнайтын, соғы қосылып Қара торғай, тағы немене, небір әндерді маған үйретеді, елім ай, соларды мен айтатым. Мен бетімнен қаққан емес, еш уақытта. Қайда барам десем, неше жаста болсам да маған жол берді. Тек жаңағы Москвада ғана, енді 18-ге толықтым болмаса деді, енді ол дұрыс нәрсе екен негізі. Бірақ мен әрі қарай ауылдан, жаңағы ауылдың құрметінен, халықтың құрметінен, жаңағы менің жаңағы абай елім мені алақанына салды десем, өтірік айтпаймын, өзімде лайық болған шығармын дегенмен де, содан мен тастап кете алмадым. Қимадым. Солай өзім кетсем, қалам қас құлап қалатындай, бір уысын ұстап тұрмаған, бір шетін ұстап тұрмын ау деген бір жауапкершіліктен аттап шыға алмай қалдым.
Енді мынандай бір сұрақ, енді өнер адамы ретінде емес, жалпы үйдің үлкен ретінде сізге ауыр болды ма жалпы? Жаңа 11 бала болды десеңіз. Үйде үлкен ретінде мен жаңағыдай елдің алдында ән салып, жаңағы жастайымнан белгілі болғандықтан мен құрметті болдым, сөзім өтетін болды. Қай жерге болсам да кіре алатын болдым. Сондықтан менің өзімнен кейінгілердің барлығын сүйредім. Оқуға түсірдім. Тұрмысқа берген, не де көмек, барлық жағдайларына, қандай жағдай бар, жұмыс орналастыру, барлық жағдайына, тіпті әлі күнге дейін солар өзімнің өкшемді басып қалса да, бір шешілмей жатқан жағдайлар болса, әлі күнге дейін маған келеді. Мен бала ұқсап алдарына түсіп жүгіріп, соны істеймін. Олар солай үйренген. Біздің әке шешеміз ең үлкендерің баян, баянға айтыңдар, баянмен ақылдасыңдар, баян білет деп. Жалпы сол әке шешемнің көп нәрсесіне өзім жүгірдім. Солай үйрендім. Солай сүйредім. Қолымнан келгенше. Бала кезден қалған бір қызықты бір естелік айта аласыз ба бала кезден? Ойбай, оның қайсысы есімде болады? Білмеймін. Мен тек жаңағы спектакльде бір есімде қалған айтайын. Қарагөзде жүргенде, Қарагөз ойнап жүргенде, бірінші күн қойған күні Қозықан деген, Изатов Қозықан деген мұғалім болды. Ол кісі жаңағы Тойсары деген бір құданың рөліне Қарагөзді айттырып келіп жатады ғой, алып кетуге күйеу жақ. Содан анау сырыммен кездеседі, сол той болып жатқан үстінен жаңағы сүйген жігіті. Сол кезде жаңағы ауылдың адамдары үстерінен түсіп, олар масқара болады. Енді ол деген ол кездегілер үшін сұмдық қой, қазірде масқара ғой. Өзің біреуге шыққалы жатсың, өзің сүйген жігітімен қосылып кездесіп тұрсың. Сол жерде Қарагөз жынданып құлайды сонда. Сонда жаңағы ана құдалар жақтан жаңағы Тойсары деген рөлін ойнаған кісі маған келді бетіме. Мен осылай жатырмын алдарында сұлап. Келді деп қалғанда бір мұрты ұшты да, мен мына жермен осын кірейін, кедесіме түсіп күлем, мұрты ұшты да, мен бетіме қонды ғой мына жермен. Ал мен күлкім кеп барады, баламын ғой енді мен. Еще жыбырлатып. Трагедиямен өліп қалдым мен. Қарагөз қайтпас сапарға шықты деп айту керек ана сүф дегеннен кейін. Содан кейін ал ана кісінің өзі ол кісіге білінбейді әрине, бетін басып алды да серпсек, күліп отыр ол кісі. Бір мұрты ұшып кетті ғой енді. Ол халыққа ол жылап отырған сияқты. Ал мен селкілдесем, мен өліп қалдым уже. Соны бет, астың қиырымды қатты тістеп алдым. Әйтіп сол кезде сахна жабылады, шымылдық жабылады. Жабылған кезде түсім бұрқ кетіп, ернім қанады ғой. Әйтіп ары қарай менің әлгі көрді тұрып сырымға, ей сырым, сен еркексің, еркек болды екеуміздің басымызды ақта дейтін бір сөздер бар. Ол кезде елдің бәрі бүйтіп Қарагөзді былай әкеледі, бір астарында жылжитын немен әкеледі, өліп қалған Қарагөзді сырыммен сөйлесу үшін. А бізде көр жасады, көр жасады, оның марлыны қоңырға бояды, соның ішінде мен отырам. Менмен бірге тағы бір кісі қалжыңдайды, баямен бірге көрге бірге түсетін болдым деп. Ой. Сол кісі бірге менімен түседі, фонар жағып мен бетіме түсіреді, сонда қалыпта көрдің ішінде менің бетім ғана көрінеді. Осындай көріністі еш бір театр қоймаған біз қойдық. Сонда сол жерге ғана шығам, әйтеуір ернім ала көлеңкеде онша көрінген жоқ. Сол бір қызық болған. Ол талай қызықтар болады сахнада. Ол енді ала оған төзіп, оған күлмей кету, өзің рөліңді ойнап кету деген өте қиындар. Өте соған бір адамға керемет бір қатты бір ұстамдылық керек енді. Жаңағы жерде мен күліп жіберсем, мен бітуші еді. Бітті. Қарагөз спектакль біткен елдің еңбегі еш тұзы сор болып қалушы еді. Ерімді тістеп, сонымен құтылдым ғой. Осы есіме түскен сайын күліп.